Менің бүгінгі влогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет менің сөмкемде не бар деген видео түсіретін боламын. Ал енді көп сөзбей бастайық. Ал сіздер тамашалаңыздар. Менің сөмкемнің түрі жалпы осылай көрінеді. Бұл сөмкамды мен сабаққа емес, қыдырғанда ғана алып барамын. Сондықтан да бұл жақта менде кітап, онша нелер жоқ. Себебі бұл кішкентай сөмкем, ал үлкен сөмкем ол жақта тек кітаптарым болады көбінесе. Ол сөмкемнің сабақтарымды оқимын. Ал мынау менің қыдырғанда, бір жаққа қонаққа барғанда ұстайтын сөмкем. Жалпы осылай көрінеді. Енді ең үлкен қалташасынан бастайық. Бұл жақта менде бірінші өзімнің ежедневниктігім, яғни күнді пландайтын күнделігім жүреді, менің жеке күнделігім ең алдымен. Егер осы туралы жеке видео қаласаңыздар, комментарийға немесе лайк басып кетіңіздер. Содан кейін менің осы блокнотым жүреді. Бұл блокнотта мен видеоға арналған идеялар жазамын, яғни видеоға сценарий, идея деген сияқты. Мен осы екі блокнотты алып жүремін. Содан кейін менде осындай зарядка бар. Яғни мен қыдырған бір жерге барған кезде міндетті түрде өзіммен зарядканы алып жүремін. Ол маған міндетті керек. Содан кейін менде сағат жүреді. Бұл сағат маған ағам берген, бұл сағат осындай. Вот, осындай сағат. Қазір зарядкасы жоқ, бірақ кейін көрсетемін. Осындай қара смарт сағат, мен бұнымен көп кезде қолыма сағаттарды көремін, өте күшті сағат. Содан кейін менде осындай менің әмияным жүреді. Бұл әмиян қызыл түсті, және де бұл жақта мен өзімнің ақшаларымды сақтаймын өздеріңіз білетіндей болды. Содан кейін менде вот осындай стикер жүреді. Міне осындай стикер жүреді. Бұл стикерлерді мен көбінесе жазбаша жұмыстарда қолданамын, және маған қатты керек. Содан кейін менің үлкен қалтам бітті, ал енді кіші қалтама көшейік. Міне менің кіші қалтам осындай. Бұл жақта менде екі тарақ, көбінесе мен мына тарақ қолданамын. Екеуі де розовый түсті, немесе қызғылт түсті. Мен розовый және қызғылт түсін өте қатты жақсы көремін. Содан кейін крем жүреді, детский крем. Себебі қазір дала суық болғандықтан, далаға шыққан кезде қолым тоңады, сол кезде кішкене крем жағамын, және бұл яғни қолды сақтауға және бетке де жақсы көмектеседі. Кәдімгі детский крем. Содан кейін менде вазелин жүреді, мен ерніме жағамын, және бальзам жүреді. Ол менде помада үшін, яғни кәдімгі вазелин және бальзам. Өте күшті. Содан кейін менде осындай шаш қыстырғыш жүреді, яғни заколка. Бұл өте әдемі, және маған қатты ұнайды. Содан кейін кәдімгі невидимка, яғни заколкалар жүреді. Мен әр кезде шашымды қыстырып жүру үшін. Содан кейін менде қарапайым шлак жүреді. Енді бұл қалташада бітті. Содан кейін ең соңғы қалтасы, бұл жақта ештеңе жоқ. Ал енді артында бір қалта бар, осы жақта осы қалтаны қоритын. Бұл қалтада менде қыдырып жүретін ота машинкалар жоқ. Ал енді мына жақта менің үйімнің кілті жүреді. Яғни мысалы үйде ешкім жоқ болса, мен өзім үйде ашып тұрып кіре тұрамын. Сондықтан да әрбірімізде бізде үйдің кілті болады. Содан кейін мына кішкентай қалталарында ештеңе жоқ достар. Менің осындай видеом аяқталды. Егер осы видео назарда жарнама тіркеліп кетіңіздер, жаңа жылға дейін 160 теңгеге жеткізейік. Сол кезде менен сіздерге тек қана видео алып тек қана лайк және подписка. Ал енді сау болыңыздар.